Байқайсыздар ма, көп ата-аналар балаларын ұрсып жүреді, телевизорды неге сөндірмедің деп. Дәл сондай жағдай біздің үйде де болды. Өткен кез жиенім біздің үйге қонаққа келді. Компьютерді ойнағаннан соң қосып тастап кетті. Сол кезде мен ойланып қалдым, қалай жиеніме қызықты етіп түсіндірсем екен деп. Оның есінде қалатындай, келесі рет кез келген приборды сөндіретіндей деп ойладым. Сөйтіп менің ойыма мынандай идея келді. Біздің үйде мынандай ваттметр бар. Бұрыннан қолданамын мен. Осы ваттметрдің көмегімен біз кез келген приборды розеткаға қосу арқылы қанша электр қуатын жейтінін есептей аламыз. Сөйтіп біз жиеніміз екеуміз есептеп бастадық. Компьютерді есептедік, беговая дорожка, LED светін есептедік, сосын обогреватель ең көп жейтін электр приборлардың бірі. Обогреватель, чайник. Сөйтіп, оған қызық болып кетті. Сосын екеуміз отырып талқылап кеттік. Дискуссия болды. Сөйтіп оның есінде қалды деген үміттемін. Қазір мен сіздерге экранға шығарамын. Қай прибор бір сағатта қанша теңге жейтінін қараңыздар. Қазір мен сіздерге жылдам расходтарын көрсетіп жіберейін, фотосын, сосын таблицаны шығарам. Ал мынау құны, стоимость Каспийден алдым. 20,5 теңге киловаттқа, немесе мынау 30,5 и 38,5. Осылай 3 түрлі көрсеткіш тариф бар екен. Мен ең төменгі тарифпен өлшеймін қазір. Видеоға пауза басып, асықпай көрсеңіздер болады. Оң жақта бағасы жазылған. Сол жағында приборлардың аттары.